Баршаңызға сәлем. Бүгін пита деп аталатын керемет тағам әзірлейтін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен ұнымызды илеуіштен өткіземіз. Ыстық суымызға кішкене қант пен тұзды салып, жақсылап араластырып, суымызды ыстық күйінде ұнымызға құйып, қамырды илейміз. Одан кейін қамырды илеп болғаннан кейін үстінен бір ас қасық сұйық май немесе оливка майын құйып, сіңіп кеткенше қамырды илейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай сыртына май осылай сіңіп кетеді. Одан кейін бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін осылай 3 бөлікке бөліп алдым. Қалған бөлігін кеуіп кетпес үшін осылай пакетке салып қоямыз. Одан кейін қамырымызды домалақ етіп, дәл видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Қалыңдығы осындай болып шығады. Қалыңдығы дәл осылай болып шығады. Енді оны алдын ала табан қыздырып аламыз. Одан кейін қамырды ішіне салғаннан кейін отын баяулатамыз. Одан кейін осылай қамырды салып қоямыз. Ішіне өзі ақырындап осылай үрленіп шығады. Сол кезде екінші бетіне осылай кезек-кезек аударып отырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай міне өзі үрленіп жатыр. Біздің қамырымыз дайын болды. Осылай болып шығады. Оны екі бөлікке бөлеміз. Ортасы ашық болады. Енді соның ішіне қалаған жаңағы помидор, қияр, сыр, қалаған заттарыңызды саласыздар. Мен осылай ішіне салат жапырағын салдым. Қамырымыздың іші дәл осылай ешқандай жабыспай осылай болып шығады. Енді осының ішіне салат жапырағын және де қияр, помидор, сыр салып осылай жесеңіздер болады. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер. Және де ұмытпай менің YouTube арнама тіркеліңіздер. Себебі менің YouTube арнамда бұдан да басқа қызықты рецепттер болатын болады.